Анықталмаған интеграл. Мұнда интегралдың бірнеше формулалары берілген. Интеграл kx dx тең kx қосылысы болады. Интеграл x-тің n дәрежесі dx тең x-тің n қосу 1 дәрежесі бөлінген n қосу 1 қосылысы. Интеграл 1 бөлінген x dx тең логарифм nl ln модуль ішінде x қосылысы болады. Синус x dx тең минус косинус x қосылысы болады. Интеграл косинус x dx тең синус x қосылысы болады. Интеграл 1 бөлінген косинус квадрат x dx тең тангенс x қосылысы болады. Интеграл 1 бөлінген синус квадрат x dx тең минус котангенс x қосылысы. Интеграл 1 бөлінген тұграс x dx тең 2x қосылысы. Интеграл аның x дәрежесі dx тең аның x дәрежесі бөлу ln a қосу болады. Интеграл енің x дәрежесі dx тең енің x дәрежесі қосылса. Балалар байқап отырсақ, теңдіктің сол жағындағының барлығы өткен сабақта біз жазған алғашқы функциялар. Мынау интеграл астындағы функциялар болады. Мысалы x-тің n дәрежесінің функциясы x-тің n қосу 1 дәрежесі бөлу n қосу 1 еді. 1 бөлінген x функциясының алғашқы функциясы ln x қосылысы деп түсінуге болады. Мысалы, жерде синус x-тің алғашқы функциясы минус косинус x болатын. Косинус x-тің алғашқы функциясы синус x болатын. Ал бүгінгі есептерімізде интеграл астындағы өрнек болып беріліп тұр. Бұл жерде интеграл синус x dx деп оқимыз. Бірақ теңдіктен кейін синус x-тің алғашқы функциясын жазамыз. Бұның алғашқы функциядан табудан айырмашылығы интегралда. Енді осыған бір-екі мысал көрсетейін. Мысалы, интеграл астында 3 синус x dx болатын болса, мына 3-ті интегралдың алдына шығарып жібереміз. Тұрақтыса, интегралдың алдына шығып кетеді. Синус x dx деп аламыз. Енді 3 синус x-тің алғашқы функциясы минус косинус x қосылысы болады. Жауабы минус 3 косинус x қосылысы. Екінші есепте интеграл астында 1 бөлінген синус x квадрат қосу x-тің 4 дәрежесі dx тең 1 бөлі x квадраттың алғашқы функциясы мында тұр, минус 1 бөлінген x болады. Қосу x-тің 4 дәрежесі қосу 1, 4 қосу 1 бұл мына формуладан шықты. X-тің n дәрежесінің алғашқы функциясын алдық. Бізде x-тің n дәрежесінің орнына x-тің 4 дәрежесі тұр. Мұнда n қосу 1, бізде 4 қосу 1 бөлу 4 қосу 1 болады. Сонда минус 1 бөлу x қосу x-тің 5 дәрежесі бөлу 5 қосылысы болады. 5 дегеніміз 4-ке 1-ді қосқанда шығып тұр.